Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен сникерс капкейктарының үстіне әдемілеп крем жағуды көретін боламыз. Ол үшін бізде крем чиз және де капкейктарымыз сникерс, ортасында карамель және арахистан тұратын начинкасы бар. Кез келген шоколадты коржтпен жасалынған капкейктің ортасынан тілім жасап, біз шапочка етіп алдық. Содан кейін барып ортасына карамель мен арахистің араласқан начинкасын салдық. Нәтижесінде дәл осындай көріп отырғандарыңыздай разрез болды. Және кесілген шапочканың ортасындағы тестаны бөлек алып, үстіне шапочкасын жауып қойдық. Түсінікті болу үшін разрездан көрсеңіздер болады. Кесілген ортасына начинка салдық және шапочкасын қайта үстіне жауып қойдық. Дәл осылай дайындаңыздар, ас болсын.